тілдесу арқылы ашуын тарқатып, бетін бері қаратып деген сияқты. Айтқан сөзіңізде ешқандай проблема жоқ, ұсақ түйекті сіз дау-дай қылып отырсыз. Ұстазым қателік жіберіп менен кешірім сұрады. Менің сөзім өтеді екен ғой деген бала. Сіздің мұғаліміңіз оған бүйдеп айтты, сүйдеп айтты деп байланысты орната алмаса, ұстаз кінәлі. Аяғымды жерді бір тепкем ғой. Май салмаймын мен деп ше. Айтсаң түсінеді деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз. Енді жылатып жібермей алып қалатын кездер болатын әке-шешем. Киім кигіміз келеді, боянғымыз келеді. Қайырлы күн достар. Бүгін бізде директормен шай айдарында Қазақстанда мен үшін үлкен тұлға, жалпы өзінің көрермені бар әдемі апайымыз, әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, сонымен қатар Түркістан ансамблінің жетекшісі Ардақ Балажанова апайымыз қонақта. Қош келдіңіз, Ардақ апай. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Өте жақсы, көңіл күйім. Біз енді алғаш танысқан күннен бастап, оған дейін енді негізі қазір әлеуметтік желі деген өте жүйрік қой, адамға дереу ақпарат жеткізеді дегендей. Өзімді көрген күннен бастап ерекше бір әсер алып, сол күннен бастап Инстаграмға ең біріншілердің болып тіркелгеннің бірі мен болғам. Рахмет. Содан кейін араға көп уақыт салмай біз енді осы Түркістан ансамблінің Астана қаласына келу гастрольдік сапар аясында жолықтық. Сол кезде ең біріншілердің бірі болып, менің тарапынан қандай көмек керек Ардақ апай деп жүгіргенде, елпілдеп жүгірген кезде, одан ары қарай өзіңе деген жаңағы менің көңілімді баурап алдың. Жаңа парақшада қарап жатқан кезде де оқырмандардың легі сондай керемет жаңағы өзіңе деген ілтипатын, ықыласын білдіріп жатыр. Сондықтан адамның жаңағы бойындағы энергия дейміз ғой, сәуле, ол қасынан да емес, экранның ар жағынан да желі арқылы да сезілетіні сөзсіз. Рахмет апай. Сол, қуаныштымын. Рахмет. Мен енді алғашқы жобам бұрындарда мектепте оқушылармен директормен шай рубрикасын жүргіздік. Қарап жүрмін. Иә, сонда балалар осы енді бұл үрдіс көп мектепте жоқ қой, енді оны мақтанып айта аламын. Басында әртүрлі жетістікке жеткен балалармен шай ішіп жүрдік. Осылай спорттан, олимпиададан, өнерден болсын келген балаларды марапаттап, бір жағынан мотивация беру мақсатында, екінші жағынан балаларды таныстыру мақсатында бұл шайдың, мен өзі бір әр жерде әзіл деп айтатын бар, мынау шайда көп әңгіме айтылады. Ашуланып келген ата-ананы шай арқылы, тілдесу арқылы ашуын тарқатып, бетін бері қаратып деген сияқты. Негізгі бұл бүгінгі шай басқа шайдан ерекше болады. Бүгінгі сұхбат себебі біз бүгін балалық шаққа саяхат жасап, өзіңіздің мектеп кезіңізде оқушыларда қандай болды дегендей, және қазіргі оқушы, енді өзіңіз балалардың анасысыз. Бұрын біздің кезімізде дейтін жағдайға жеттік. Енді біз мұғалімдерді сыйлап, мұғалімдерді айтамыз ғой, бұрыштан қашатын түгіміз деп, енді көп адамдардың біздің поколениеде қазіргі таңда ұстазға деген көзқарас және ата-аналардың тарапынан да бір өзгерістер, соған қаншалықты көңіліңіз осы? Ең бірінші, бала Ардақ, оқушы Ардақ қандай болды? Менің балалық шаққа саяхат деген сөзіңнен балалық бірден еске түсетін дүние, ол менің кесекпен атқа отырған кездерім есіме түседі. Жаңағы ол кезде енді біз Алматы облысының ар жағында Сүмбе деген таудың етегінде, таудың бөктерінде, қазақ ауылында өстік. Жаз болса жайлауға кетеміз, шал кемпір атамыз бен апамыздың артынан еріп. Кейде жазда жылатып жібермей алып қалатын кездер болатын әке-шешеміз. Сол кезде бос жүрмесін деп, ол кезде жаңа колхоздың несі болды ғой, сарымсақ егетін, сонда бір бәленбай поляны бізге алып береді, жұмыс жасасын, еңбекке баулыды. Енді мен де ұстаздардың жанұясынан өмірге келген баламын. Әкемнің қарындастарының бәрі мұғалім, менің анам тарих пәнінің мұғалімі, әкем Казгуды жаңа қызыл дипломмен бітірген, әдебиет пәнінің мұғалімі, мектеп директоры болды ұзақ жылдар. Бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. Енді менің атам мен анамның айтатын, әлі күнге айтатын сөзі, біз байлық жинаған жоқпыз, балаларымыздың бойына байлықты сыйдырдық деп айтатын сөзі керемет ұнайды. Ол енді ұрпаққа берген, ұрпаққа салған инвестиция деп ойлаймын. Сол қазақ өнерінде жүргенімізде сол ата-анамыздың арқасы ғой. Және де
менің әкем өте жаңағы адамдардың қолына түсе бермейтін кітаптарды жинайтын өзінің қасиеті бар да, әлі күнге сондай. Бір бөлмені бізде жаңағы кітап бөлмесі, сол бала күнімізден көргеніміз кітап. Жаңа кішкентайымыздан бізге 5 ғасыр жырлайды, батырлар жырын бәрін жаттатады. Бірақ енді мен бір жаман жерім есеп шығармайтынмын. Соның жаңағы көршіміз болды, ол біздің ата-анамен достар болды, жанұялық достар. Сосын мектепте жүргенде апай болып ұрса, үйге келген айтады: "Әй, мына қызың бірге бірді қосамайды" деп, жаңағы Камиля деген апайымыз ұрсатын. Қоғамдық пәндерге бейім болдыңыз ғой. Қоғамдық пәндерге бейім болдық. Енді ол үйде жүрген күнделікті көргеніміз, өйткені менің дастархан басына отыра қалып әңгіме айтсақ та, жаңағы менің Көркем деген інім бар, Көркемнен кейін Өркен деген інім бар. Өркен енді қазір ол осы мемлекеттік қызметкер. Сонда ол әртүрлі сұрақтарды қоя береді. Енді жаңағы 1-ші класстан асқан кезінде семей полигоны деген не, семей полигоны деген не, айтшы әке, айтшы деп сұрап жатса, анам мен әкем жаңағы шайдың үстінде айтып жатты. Есіме түсіп отыр ғой енді. Сонда: "Көркем, сен неге қоймайсың? Мына өзіңнен кішкентай Өркен осындай сұрақтарды қойып жатыр" десе, ой, бұның апайы да мыжып бірдеңкелерді айта береді деп, содан бір қатты бір күлгеніміз бар. Сондықтан да мен қазір бір қызығы, мен 4-ші, 5-ші классқа дейінгі, сыныпқа дейінгі жаттаған нәрселерім есіме сақ етіп түседі. Ол заң келеді. Ал 5-тен кейінгі жаттаған дүниелерім неге менің есіме түспейді десем, 5-6-шы сыныптан асқаннан кейін біз өскелең шаққа өткенде бізге қызығушылық көбейеді ғой. Біз киім кигіміз келеді, боянғымыз келеді, жігіттерге ұнағымыз келеді, айналамыздағы деген сияқты әртүрлі қызығушылық туатын шығар. Содан менің өзім әлі күнге сүйіп есіме түскен кезде айтам, соны мен 4-ші сыныпта жаттадым, Мәшһүр Жүсіп бабам атамыздың жаңағы жинақтарынан ғой деймін. Сонда айтылатын жолдар бар: "Арай, арай, арай бар, арай толы сарай бар. Буырылша атқа бұғау бар, бұғауды кесер егеу бар. Сом темірге балға бар, сомсынғанға құдай бар. Жарлымын деп жабықпа, жалғызбын деп қамықпа. Мұңайма жігіт, мұңайма, мұң тарқадар құдай бар" дейді. Суда жүзген сүңгуір су қадірін не білсін, түзде жүзген туадақ түз қадірін не білсін. Жарлыдан жаңа байыған, жалғыздан өсіп көбейген ел қадірін не білсін деген осы жолдарды мен 4-ші сыныпта жаттағанмын. Содан бұл менің санамда сайрап тұр. Мен кез келген уақытта жаңағы ұйқылай отырғызып айтса да, мен осы өзімнің жаттаған өлең жолдарымды айта аламын. Сондықтан ол менің бірінші ата-анама деген алғыс. Ал енді бала кезде әрине мен қазақ тілі пәнінен Ұяхан деген апайымыз сабақ беретін. Содан апайымыз қазір енді 80-нің үстіне шыққан кісі, ол кісі ауылда өте сыйлы адам болды. Біздің ата-аналарымыз ол кезде жас, ол кісіге ерекше құрмет көрсететін. Ол кісінің сабақ беру мәдениеті де керемет болатын. Менің бір қызығы, ол кісі үнемі жаңағы Сәкен Сейфуллиннің өмірі туралы айтып жатқан кезде, Көкшетауды суреттеген кезде шығармашыл адам болатын, елестетіп, Алла тағала төбеден ұшып келе жатып бүкіл жаңағы әлемді жаратып жатқан кезде Бурабайдың бөктеріне кәдімгі бүкіл табиғаттың әдемілігін бере салған екен деп жаңағы сөйтіп айтқанда, менің көз алдыма жаңағы Көкшетау ерекше елестейтін. Сол менің жанымда қалды да. Бір күні сабақ тыңдап отырып, мен ол кісінің сабағын тыңдамай қалғып кеткен ба, содан кейін Ардақ, жаңа мен не айттым деген кезде ойыма түспей шатасып бірдеңкені айтып жатқан кезде, ой, сасқалақ сары дейді ана кісі маған. Сол сасқалақ сары деген кезде сыныпта отырған бүкіл балалар күлді. Сол қалай болды, мен ана кісіге қаттым да қалдым. Мен 9-ші классқа дейін ол кісіге жібіген жоқпын. Бұрын көрдіңіз ба, ұстаздың әсері. Бірақ 9-дан кейін ол кісі маған бір күні: Ардақжан, айналайын деп маңдайымнан сүйіп, содан кейін барып, мен білдім ғой сенің өнерге нететініңді, келетінді деген сияқты жаңағы. Сол кезде барып мен жібідім. Көрдіңіз ба? Ұстазбенен шәкірттің арасындағы махаббат деген ол ерекше сезім. Оны біз ойлаймыз ғой, біз мектепке бердік, болды, келемізді ата-аналардан жаңағы ата-аналар келетті ұстаздарға кейде ренжи береміз, кикілжің болып жатады ғой өзі бала болғаннан кейін. Бірақ десе де өзінің мұғалімдерімен жылап қоштасатын балалар бар ғой. Ол деген баламенен ұстаздың арасындағы қалыптасқан керемет махаббат байланысы. Көрінбейтін байланыс. Сол байланысты орната алмаса, ұстаз кінәлі. Оны менімше байланысты қалыптастыратын ең бірінші ұстаз. Өйткені бала ол бала.
Сондықтан да менің ата-анамның айтатыны білімге балаларды махаббатпен баулу керек дейді. Махаббатпен. Ата-анаңызбен екеуміздің негізгі бір осындай ішкі ұқсастығымыз сол ата-анаңыздың мына балаларға махаббат пен мейірімді беру арқылы білімге құштарлығын ояту деген менің негізгі қазірге ұстанатын қағидам. Мына қазақи тәрбиені біз қаншалықты баланың бойына сіңіріп жатырмыз. Жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз ғой, ұстаздың балаға әсері деген нәрсені мен өзім қатты ұстанам. Ол егер бала ұстаздың махаббатына сусындамаса, өйткені қазіргі таңда балалар үйдегі ана махаббатын да қатты көріп жатқан жоқ. Көп уақытын, әсіресе мына енді қазір біз жұмыс басты деп көп адамдар жеке мектептерге беріп жатамыз, таңнан кешке дейін мектепте. Үйге келеді, тамақ ішеді, ұйықтайды, ата-анамен үйдегі байланыс та жоқ. Өзіңіз ана ретінде қаншалықты өзіңіздің балаларыңызға сол ана махаббатын беру, жалпы енді темірдей тәртіпті ұстану деген енді өзіңіз үйдегі тәртіп қандай? Жоқ, негізі адамның өмірінде әртүрлі жағдай, кезеңдер болады ғой. Жанұя болғаннан кейін кейде сенің материалдық жағдайлар болуы мүмкін, кейде сенде сыпат болады, кейде көтеріледі, кейде түседі. Ол өмірдің заңдылығы. Мысалға, адам бар болса жоқтың қадірін білмейді, жоқ болса бардың қадірін білмейді деймін ба? Қалай енді? Адам балансты көрген жақсы да, мысалға. Ал сен жеңіл жолменен балаға бүкіл нәрсені үйіп бере бересің. Ол ертең сен өмірден өткен кезде ол балалар өзінің ұрпағына қалай жаңағы не бола алады? Қазық бола алады. Біз соны білмейміз ғой. Мысалға, мен сөзім қалай айтсам екен, тұңғыш қызым Ақкербезге мен өзім бұрында да айтқам, әлі күнге де айтам, қаталдық басымдау болды деп ойлаймын. Өйткені біз үнемі сен үлкенсің деп үлкеннің үстіне бүкіл жүкті арта береміз. Содан ана байқұс мен көтеруім керек екен дейді, мөлие береді. Яғни сізге берген тәрбиені сіз өзіңіздің балаңызға көшірген боласыз ғой. Үлкен балалар солай ғой. Сондай. Көрдіңіз ба? Сондықтан біз балаларды жаңағы балаға егер біз онымен сөйлесе алсақ, онымен жаңағы жүрекпен әңгіме болса, жеке қалып дүкен аралайтын, ол жеке жаңағы өзің құрдас сияқты сондай ортақ жаңағы қалыптастыратын болсаң, бала да емін-еркін болады деп ойлаймын. Біз оны бала екен дейміз да, ана үйге бар, үйте бер деп бәрін неге үй жинамайсың. Ол әлі күнге негізі айтылатын нәрсе, бірақ кейде балалар содан да шаршап кетеді ғой, біз жұмысқа шеге бергеннен де. Мысалы, сіздің үлкен балаңызбен, кішкентай қызыңызбен үлкен қызыңыздың арасындағы енді жас ерекшелігіне байланысты да жалпы өзгеріс бар ма? Мысалға, мен альфа ұрпақ деп айтамын ғой, 2010-нан былай туған балалар. 2010-нан кейін, мысалға, екеуінің арасында жер мен көктей 10 жас қой енді балалардың арасы. Екеуінде не бар? Өйткені Ақкербез ол табиғатынан ол өзі биязы, кәдімгі жуас, көп сөйлемейтін. Сіз анау өзіңіздегі тәрбиені сен үлкенсің деп қайталаған нәрсе бар дегендей. Ал кішкентай ол еркін. Ол еркін ойнайды. Мен мынаны қалаймын, болды алып бересің. Мен қалаймын, мынаны осылай. Былай болады, солай болады деген. Бірақ еркін жібергеннен кейін барып отырып, сен оны енді махаббат, қалай айтсам екен, еркін сөйлескеннен кейін ба, ол ойын ашықта айтады. Сосын көңілі жақсы болғаннан кейін ол тамақты да уақытылы жасап қояды. Сабағын да уақытылы жасап қояды. Өзіне де көңіл бөледі. Ата-анаға да, әке, мен сені жақсы көремін. Ана, мен сені жақсы көремін дегенде ойын ашық айтады. Көрдіңіз бе? Әрине, біз енді үйімізден, жанұямыздан жақсы тәрбие алдық қой. Сондықтан біз үнемі оны тоқпақтай бердік деген әңгіме емес. Бірақ десе де ұрыспай-ақ, соны ашуланбай-ақ балаға айтсаң түсінеді деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді бар ерекшелік жоқ емес. Балаға сенім білдіре алмай жатамыз ғой біз көп жағдайда. Енді Ардақ апай жаңа айтып жатырсыз, педагогтар отбасынан шыққанмын, әкем мектеп директоры болды деп. Сізге сол әкеңіздің қызметі, мектеп директоры болғаны әсер етті ма оқушы кезіңізде? Дымда әсер еткен жоқ. Өйткені жаңағындай бір күні қыз сынына қатысасың деп зауыш шақырып жатыр дейді, сосын барғам, сөйтсем айтады маған, сені қыз сынына қатыстырайық деп едік, аудандық соған барасың десе, аяғымды жерді бір тепкем ғой, май салмаймын мен деп шы. Сөйтіп барлық мұғалімдер күліп, содан кейін жаңағы ән байқауларына жиі баратынмын енді. Бірақ енді біз енді ауыл енді өте үлкен ауыл емес, енді бірақ енді мектеп үлкен мектеп болды, негізгі мектеп.
сонда мұғалімдердің арасында бір керемет бір білмеймін, ол кезде мұғалімдерде бір басқа болды ма білмеймін, бір еркелететін, жақсы көретін. Мүмкін мен домбырамен өлең айтып, кішкентайымнан өлең айтып жүргеннен кейін маған солай қабылдады деп ойлаймын. Өйткені басқа менің інілерімді жаңа ойбай директордың баласы екен деген ондай жоқ. Оларды да кәдімгі тоқпақтап жүріп оқытты ғой, ұрсатын кезде ұрысып алады. Ол ешқашан ата-анамыз олардың ортасына түскен емес, мысалға мұғалімдердің. Сол ата-ана мен мұғалімнің арасында оқушының бір ортасына түсу деген нәрсе бар, иә? Бар. Қазіргі таңда сол бір қатты белең алып тұрған сияқты. Енді мен өзім мектеп директоры ретінде де көптеген арыз шағымдар болады, ата-аналар келіп, менің қызым осындай еді, сіздің мұғаліміңіз оған бүйдеп айтты, сүйдеп айтты деп, яғни ата-ана көп жағдайда баланың сөзін сөйлеп. Көрдіңіз ба? Әңгіме қуған дауға жолығады дейді. Ал енді даушыл жаңағы қип етсе арыз қойларда енді жоқ емес, өмір болғаннан кейін кездеседі. Біз өзімізде жаңағы мектептің ата-аналар чатында отырамызшы. Мен айтамын, Құдай-ау, енді ол ұстаз ғой, ол жерде ренжитін дәнеңе жоқ, сіздің айтып жатқан сөзіңізде ешқандай проблема жоқ, ұсақ түйекті сіз дау-дай қылып отырсыз. Енді сіз баламенен ұстаздың арасына ірткі салып отырсыз ғой, ата-ана. Сіз оны өзара шешіп алады ғой. Оны сондай дау қылудың қажеті бар ма десең, орысшалап тұрып ұрсады ғой, апарып тастайды сені, бар ғой, ана жаққа мына жаққа апарып тастайды. Сондықтан да бір бас жарылып көз нетпегеннен кейін негізсіз меніңше бар ғой, әрине қадағалау керек. Жиналысына бар, сұрап отыр, бәрін көріп отыр, өзіңде белсенді ата-ана бол. Бірақ енді сен өзің белсенді жақсы ата-ана болсаң, балаңның да мінез құлқын қадағалап отырасың ғой. Сондықтан да өздері бармайды. Содан кейін бармайды да арасында бірдеңке беткен кезде менің баламдікі дұрыс деген позицияны ұстанатын. Жоқ, ол балаға деген махаббат емес, ол берілген. Дұрыс айтасыз. Ол баланы, мен айтам да, сендер үбіктей береміз. Бір осындай оқиға болды, мен өзімде Шабытта бәленбай жыл сабақ бердім ғой. Сол кезде жаңағы бір ата-ана қызын не істей береді, жаңағыдай ана сөйте береді. Сосын мен айтам, сіз Құдай-ау, мына байқұс қыздың қанаты бар, ұшырмайды екенсіз деймін де. Немене оның мазасын ала бересіз деймін де. Сенсеңізші балаға депші. Өмірі сен оның қасында деген 24-те 7 сағат жүрмейсің ғой, мысалға, қадағалап. Сондықтан ол кішкене өзінің сөзін өзі айтып жүруге үйретсеңші, мүмкіндік берсеңші деп барып, содан кейін барып кішкене қызға жаңағы сенім артты да. Ал енді әр сөзіне килігіп, ұстазбен араның арасында болмайтын әңгімеге, мысалға, негізсіз кіре беру дұрыс емес. Сондықтан бала өз проблемасын өзі шешуге дағдылану керек. Ол кішкентай болса да, мысалға, ұстаз қате болса да, бала айтуға болады. Ұстаз, менімше, бұл жерде сіздікі дұрыс болған жоқ. Маған былай айттыңыз деп, бала кәдімгі тосыннан емес, тікелей сұрақ қойылатындай амбиция балада болу керек. Содан кейін барып, мен қателік жібердім ба, мүмкін ойланбай сөйлеп қойған болармын, мен сізден кешірім сұраймын деген сияқты ұстазбенен шәкірттің арасында сондай бір байланыс болса, меніңше әдем болады деп ойлаймын. Керек жерінде ұстаз да шәкірт деп қарамай, жаңағы оқушы ғой бұл деп емес, тұлға ретінде қарап, кешірім сұрауды үйренсе, бүгін мен ұстазым қателік жіберіп еді, менен кешірім сұрады. Менің сөзім өтеді екен ғой деген балада бір не қалыптасады, іштік, қалай айтсам екен, өзіндік бір тұлға сезіну дейді ғой, былайынша келгенде, сондай қалыптасады деп ойлаймын. Ана жаққа барыңдаршы, өйтіңдерші деп айғайлай беретін ата-аналар бар ғой, мұғалімдер бар. Баяғыда біз мектептің нөмірін айтпай-ақ қояйын, осы балалардың алдыңғы Ақкербез бен Алдияр оқыған мектепте мен үнемі баратынмын мектепке, бала жаңағы бала тәрбиесі, жаңағы сабақтарына байланысты. Сол кезде біз анау кіре берістегі отырған апайдан өте алмайсың, ол дұрыс шығар, бірақ оның аузынан ақ ит кіріп қара ит шығып жатады, бірақ оның аузын ешкім жаппайды. Вахтадағы кісіні айтып отырсыз ғой, иә. Сонда мен айтатын, сосын мен айтатын, сосын басшылық қайда қарайды деп, сонда ана кісінің айтып жатқан сөздеріне бір тосқауыл болатын дүние бар ма? Содан кейін барып бір күнде сол жаңағы кіреберісте отырған апайдың сөздері үшін мен балаларымды алып кеттім ол мектептен. Ойланған да жоқпын. Содан кейін мүмкін ол да театр гардеробтан басталады дегендей ғой енді. Кетуімізге себепші сол жаңағы
кіреберістен басталды да. Енді ол кезде бір жастау кезіміз амбиция, ойбай президент оркестрінде істеймін деген сияқты өзіңше болып барасың, барын киіп бақан, соны қаңғытып жүреді ғой. Иә. Енді оныкі де дұрыс шығар, бірақ енді иә, темірдей тәртіп болу керек. Мектептерінде кім болсаң да. Темірдей тәртіп болу керек қой, бірақ жаңағы ана кісінің айтатын сөздері өңменіңнен өтіп кетеді да. Сен ана екінші ана мектепке қарамайтындай қасиетте шығып кетесің. Сондай сәттер болған. Жақсы, Ардақ апай, мынау менің қызымның өзінің қолынан жасаған тәттісі. Кәусар деген шай ішіп отырыңыз. Осы баланы еңбекке ерте жастан баулу деген. Мысалы, біз көп жағдайда сен сабағыңды оқы, көп жағдайда, жағдай бар болсын, еңбекке ерте жастан баулу дегенді мен өз басым қатты қолдаймын. Мен өзім 4 баланың анасы ретінде декретте отырмай жұмысқа шығып кеттім. Сол балаларым бір-бірін бақты. Мынау Кәусар деген қызым, мысалы қазіргі таңда 7-ші сынып бітірді. Анау 2 баланы сол бағып, бір жағынан кейде ойлаймын, баланың балалық шағын бір ұрладым ба деген сияқты бір енді өкініштер де болып тұрады. Осы баланы ерте еңбекке баулудың қаншалықты енді ана ретінде өзіңіз ұстаз да болғансыз, енді дұрыс екенін бәріміз білеміз. Жаңа айтып отырған жоқпын ба, ақ кербезді мен солай жаңағы үйді де сол жинау керек, тамақты да сол пісіру керек деп. Оның бір жағынан сабағына әсері болды. Ал енді біздің кезімізде біз енді ауылдың баласымыз ғой, еркін өстік қой. Жаз болса көлмекке кетеміз, суға түсуге. Сосын шал кемпір кезде тірі. Апамызбен атамызбен жайлауға кетеміз. Атқа да мінеміз, есекке де мінеміз. Содан жаңағы мен үнемі өзім есіме алатын сәттерім бар. Сөйтіп қыркүйекте мектепке келеміз ғой. 2 бет жарылып кеткен, шашымыз кез келген жерден қиылған, жаңағы түріміз жайлаудан түскен түрменен. Енді директордың қызы болсақ та, біздің қыздар шаштарын өріп қыз болып жүрсе, мен еркек шора болып ұлдардың арасында өстім. Ұқсастық содан екен ғой, еркек шоралықтан ұқсастық бар екен ғой бізде. Содан енді бірақ бізді жаңағы айтып отырмын ғой, сарымсақ теруге жіберетін. Содан деген ана Поляның ана жағына дейін сарымсақты теретінбіз, оның басын қиятынбыз, сөйтіп жүріп бәрін жинайтынбыз, мешокқа салатынбыз, көжемізді бірдеңкеміз салып береді. Сонда не үшін жинайтынымызды білмейміз, әйтеу жинада береміз. Бірақ сол кезде оның ар жағында еңбек қой. Сонда әкем айтады, сендер бос жүрмесін дейтін біз дейді. Жайлауға бармай қалсаң бітті хана, онда сен сарымсақ. Сол үшін 25-і бітеді ғой, соңғы қоңырау. Жыласаң да кемпір шалдың артынан еріп кету керек. Жайлауға барсаң рахат. Балаңды аясаң аяма деген мақал нағыз сол бұрынғы. Мысалға қарап отырсаңыз, біз баланы тәрбиелеген кезде де біз бұндай күнге қалай жеттік, олар білмейді де ғой. Мысалға кейде оқымаса, айтпаса, оны қайдан біледі бала. Біз жасанды дүниеменен біз ешқашанда балаларды бірдеңкені андыра алмаймыз. Бізді Құдай жаратқанда жүрекпен, махаббатпен жаратты. Біз оны сезіммен айтқан кезде де, мысалға біз әнді жүрекпен айт деп айтамыз. Өлеңді оқығанда жүрекпен оқы. Бір үйде дүние жасасаң да сен жүрекпен, санаңмен істе, махаббатпен істе дейді. Әр шаруаны тоқсаң да махаббатпен істелген нәрсені сен жақсы көресің, сен қабылдайсың. Ал қалай болса тәпілап істелген нәрсе, білесіз ғой, оның ешқандай несі, құны да болмайды. Дұрыс айтасыз. Менде негізгі ұстанатын нәрсе, кез келген нәрседе адам ләззат алып жұмыс жасаса, ол нәтижесін бермей қоймайды. Енді жаңа айтып жатырсыз ғой, мына балалар өнерге жақын болғаны, Абайдың сөзі бар ғой, өнерге әркімнің ақ бар таласы. Кез келген адам өзінің бойындағы өнерін шығарғаны, оны ол мысалға менде өнерге таласым бар адаммын, бір кәсіби әнші емеспін, бірақ дегенмен де бала кезден әнге құмар болдым, өзімше сахнаға ән айтып, ол бір мені шабыттандырды. Содан мен бір өзіме бір жақсы көңіл күй алам деген сияқты. Енді мынау қазіргі таңда мектеп директоры ән айтқан дес, енді бәрін қойып осы әнге шықты ма деген сияқты пікірлерді оқып бір кейде күліп жатам. Мынау өз басым қазіргі таңдағы альфа ұрпағының, мектептегі оқушылардың жан-жақты болғанына қатты басымдық бергім келеді. Ардақ апай, қазір енді әлеуметтік желі белең алып тұрған бір өзімде әлеуметтік желіге келгеніме бір 8-9 ай болды. Керемет көрсеткіш. Бұрын соңды әлеуметтік желінің қолданушысы да болмаған адам, менде болмайтын Инстаграм деген. Кейін енді осы бір
жаңаша леп керек сияқты болып, өзімше осы балалармен еркін қарым-қатынасты, балаға деген мейірім махаббатты осы арқылы бір құрал ретінде қабылдап әлеуметтік желіге келіп қалдым. Оның үстіне Димаштайдың челленджін ұтып алып, 2-3 күнде 100 000 оқырман жиналып, оның алдында 100 000 оқырман жиналып, сондай бір жаңа, мен үшін де бір жаңалық болды. Қазір әлеуметтік желі бір өмірдің арғы беті мен мына беті сияқты көрінеді, яғни тек әдемі дүниені саламыз. Сосын оны көреді жастар. Сосын мен сондай киім алмадым, немесе мен ананың өмірі сияқты менің өмірім болмады деп үйде жатып стресске түсу, немесе депрессияға түсу. Ал бірақ біз оның анау камераның ар жағындағы өмірін білмейміз ғой. Солай ғой. Көп жағдайда блогерлердің бір тек байлығын, тек қана оның жеткен жетістігін ғана көріп жатамыз да, және соған қазіргі таңда мектептің оқушыларынан 2-ның 1-еуінен сұраңызшы, кім болам десең, блогер болам дейді. Яғни біз блогерлікті тек қана сол жеңіл жолмен ақша табу деген сияқты дүниемен танымалдылықтың кілті қылып қана. Ал енді танымал болудың да өзіндік зиян тұстары да бар ғой енді. Осы блогерлік туралы не айтасыз? Біз Инстаграмға кірген кезде беті жылтырап отырған адамдардың ақыл айтып отырғанын көреміз. Әдемі бәріміз сөйлей аламыз. Ал бірақ ол әдемі сөйлеу бір бөлек, ал оны сен өзіңнің басыңнан өткізу ол екінші нәрсе. Сондықтан блогер деген енді бүгінгі күннің жаңағы трендтік бір өзі несі ғой, танымалдылыққа адамды біз телевизор көп ешкім қарамайды дейміз да. Әрине ол телевидение деген ол салмақ. Ол телевидение ол бүкіл ұлтымыздың бүкіл мәдениеті, бүкіл бет бейнесі, бүкіл негізгі терең дүниенің бәрі телеарнада жатыр. Әрине ол жерде де әртүрлі бағдарламалар бар ғой, бірақ енді Инстаграмда шектеу жоқ қой бізде. Мысалға мен Түркменстанға барғанда сол Инстаграм желілері жаңағы Қытайға барған кезде де баланың жас аралығына қарай жан шектеулерді көргенде риза болдым. Ал біз енді кейде баламен отырып Инстаграмға кіріп қалғанда аузынан ақ ит кіріп жатқан, қарит шығып жатқан адамдардың да сөздерін естіп жатамыз. Оның бәріне тосқауыл енді келетін шығар. Келу керек деп ойлаймын. Бірақ мен өзім Инстаграмда әлеуметтік желіде қатты белсендімін деп айта алмаймын. Бірақ белсенділік менің өнерім үшін ол керек. Ал менің өнерім ол ұлттың өнері. Ол қазақтың өнері. Ал соның ішінде білім саласында мысалға біз үнемі мектептерді, крутой мектептердің барлығы ағылшын тілімен, менің тілім келмейтін бір мектептерде бірдеңке скул дегендер әйтеуір сұмдық дамып жатыр ғой қазірше. Одан 4 миллион 5 миллион болса да біз қарамай соған бергіміз келеді. Ал бірақ оның ар жағында біздің өзіміздің ұлттық мектептеріміз, ұлттық контенттеріміз білім саласында дамып жатыр ма? Біз неге үнемі біз анау шетелдің мектептеріне бәленбай миллион төлеп оқимыз да, неге біздің мектептерге бәленбай миллион төлеп сол жақтан адамдар келіп оқымайды? Неге біздің мәдениетімізді үйренгісі келмейді деген нәрсе тұрады да. Европаға барады да, біздің балалар адаммен сөйлеспейтін болып қалып жатады. Ең бірінші кезекте қазіргі таңда жаңа сіздің ұлттық құндылықты ояту деген дүниемен мен толық келісем. Біз оған келуіміз керек. Мынау ұлттық контентті дамыту деген ол менің де жоспарымда бар. Алла қаласа. Сөздің соңында Ардақ апай соңғы сұрағымызды қойғым келіп отыр. Ең адамзатқа жалпы құндылықтардың ішіндегі ең асылы қайсы десе, бір құндылықпен сипаттап берсеңіз. Бір сөзбен. Қай құндылыққа басымдық берер едіңіз? Енді меніңше қазақ бірақ сөзбен адамға сипаттаған ол парасаттылық. Сол адамның бойында парасаттылық болса, оның ар жағында бүкіл адамның мінез құлқы, білімі, адамдармен қарым-қатынасы бәрі жатыр. Сондықтан да ең құнды қасиет ол парасаттылық деп ойлаймын. Керемет, Ардақ апай. Өзіңізден сұхбат алғаныма өте қуаныштымын, бақытты болып отырмын. Жалпы қазақ қыздары бір-бірін қолдап жүру керек деп үнемі айтам. Өйткені біз негізі өте мықты елдің қызымыз. Себебі жаңа өзіңіз айтып отқан ғой, сіздің қазіргі жасап жүрген жұмысыңыздың өзін мен ерлікке бағалаймын. Түзде батыр болғанмен үйде анасыз, үйде нәзік болуымыз керек, қызметте батыр болуымыз керек, көшбасшы болуымыз керек. Әр өмірдің әр қилы жағдайына қарай бейімделе алатын тұлға
қазіргі таңда сол нәрсені өзіңіз іспен де сөзбен де көрсетіп жүрген тұлға ретінде жастарға айтқан бүгінгі жалпы өзіңіздің бөліскен сөйбелі сұхбатыңыз үшін алғыс білдіремін. Сізге Дулат Исабеков ағамыздың Гауһартас кітабын, енді ең құнды сыйлық кітап дейді ғой апай, Гауһартас кітабын сыйға тартқым келеді. Енді оқыған да шығарсыз, бірақ мынау сізге жаңа нұсқада, әдемі мұқабада. Рахмет апай келгеніңізге. Кітап міне сізге. Мінекей керемет кітап сыйға алып отырмын. Және сұхбат барысында адам мен адам сөйлескенше дейді ғой. Біз қаншама өзекті мәселені көтердік, бірақ соны сөйлесе отырып, осы нәрселердің айтылған әңгімені қаншалықты біз жасап жүрміз деген сұрақ ішіме өзіме қойдым да. Ой түйіп кеттіңіз. Ендігәрі бұдан кейін мына нәрсені жалғастырсам екен деген сияқты өзіме де керемет ой салды бұл сұхбат. Сондықтан да мен қуаныштымын. Рахмет, мен де қуаныштымын. Достар, бүгін бізде қонақта болған әнші, ардақты қазақтың аяулы қызы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ардақ Балажанова қонақта болды. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.